Ол Құдай жоқ деп айтатындарға шайтанның өзі таң қалатын шығар. Бірақ ол тозаққа түседі. Ал Құдай жоқ деп айту үшін ол сенің тек қана иманың емес, логикаң құрған деген сөзді. Сен бір малдың дәрежесіне түсіп тұрсың деген сөз. Ей Алла, бар екенің аянмаған, өніп өсіп жатқанда саяңдадам, надандардың ісіне күйіп кетсем, сезімдері мәңгілік оянбаған. Құдай жоқ деп асқақтап көпірет, көкте тіреп тұрғандай көкірегі, құдіреттің мойындап күштілігін өмірден өтер сәтте өкінеді. Берді өмірді жаратқан сынақ қылып, иман сұрау жөн еді жылап тұрып. Тойға келген құдадай құтырамыз ақыретті санадан жырақ қуып. Күліп ойлап тәниден өтемін деп, ақыл қалды нәпсінің жетегінде. Талай адам жүрегін өлтіріпті, тәубе етем деп өмірден өтерімде. Хақ сөзімен өзінше таласы бар, менсиді әр қашан санасы тар. Алғаннан соң ұялап шайтан малғын, жазылмайтын жанының жарасы бар. Өздігінен сынған зат жөнделмейді, Құран кәрім шипан бар, кел дейді. Шын сенген жан Құраннан шипата бар, тек тәкаппар тозақсыз емделмейді.